Assalomu alaykum hurmatli studentlar. Bugungi bizning onlayn sabog'imizning taqribi jaramsiz deb sanalgan qural-shabdiklarda boshqa da mulklarda istem chiqaruv. Ya'ni biz bugun deyim bir necha taqriblarda o'sha negizgi qurallarga arnadik ya. Negizgi qurallarning keluvi, ularning to'sivi, ya'ni amortizatsiyasini hisoblash turali taqriblarda o'tdik. Endigi taqrib bular jaramsiz bo'lib qolgan жағдайда bularni qalay istem chiqaratishimizni aytadigan bo'lamiz. Negizgi qurallar bilasizlar, 24 o'yin shakilda yurgiziladi. Және ular satib olgan кезде balansga yengiziladi, o'zining xizmat etuv barisida to'zadi, ya'ni uning to'suvi biz amortizatsiyaning tәсілдері orqali yuzaga asiramiz. O'zining xizmat etuv мерзімін аяқтағаннан кейін немесе техникалық ақаулар пайда болған жағдайда biz bu мүліктерді жарамсыз деп тауып істен шығарамыз. Яғни біз бұл мүліктерді істен шығару үшін қандай әрекеттер жасайтынымызды бүгінгі тақырыпта ашып айтатын боламыз. Жарамсыз деп саналған құрал-жабдықтар мен басқа да мүліктерді істен шығару процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Ол заңды түрде дұрыс орындалуы тиіс, және мүліктің жағдайына, көлеміне қарай әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады. Мүлікті және құрал-жабдықты іске жарамсыз деп тану үшін төменгі қадамдарды орындау қажет. Яғни, біз құрал-жабдықтарды жарамсыз деп тану үшін қандай әрекеттер жасауымыз керек екен? Бірінші, техникалық жағдайды тексеру. Техникалық жағдайды тексеру дегеніміз не? Яғни, біздің бұл жерде айтып жатқанымыз құрал-жабдықтарымыз, яғни бұл құрал-жабдықтарымыз техникалық тұрғыдан қалай жұмыс жасайтынын және не себепті істен шыққанын біз анықтауымыз керек. Ол үшін бізге кім керек? Яғни, сол негізгі құралды меңгерген техникалық жағдайын тексеруге сауатты маман қажет. Яғни техникалық жағдайды тексеру жарамсыз деп танылған мүлік немесе құрал-жабдықтың техникалық жағдайы сарапталады. Бұл тексеруді маман жүргізуі керек. Мүлікті қайта қалпына келтіру мүмкіндігі немесе шығынның мөлшері бағаланады. Яғни осы негізгі құралды білетін, яғни техникалық жағынан маман бұл құрал-жабдықты тексереді. Сөйтіп бұны жөндеуге келмейді ме, немесе бұл құрал-жабдықты жөндеген кезде бізге қаншалықты шығын келу керек мүмкіндігін тексеріс барысында бағалап, соны айтатын болады. Яғни, техникалық маман тексергеннен кейін, егер бұл құрал ары қарай пайдалануға жарамсыз болатын болса, ол белгілі бір құжаттарды толтырып, яғни оның жарамсыздығын дәлелдейді. Бұған қандай құжаттар жасаймыз? Яғни бізде келесі қадамға көшеміз. Келесі қадам бізде құжат жасау. Жарамсыз деп танылған құрал-жабдық немесе мүлік туралы акт жасалады. Яғни бұл актте не көрсетіледі? Яғни бұл актте осы негізгі құралдың жалпы сипаттамасы және осы құрал туралы барлық ақпараттар беріледі. Және бұның ақауы қай жерінде, қандай ақау шықты, осының барлығы актіде деректердің бәрі көрсетіледі. Және бұған техникалық баға беріледі. Яғни ары қарай жұмыс жасауға мүмкіндігі бар ма, әлде жоқ па екендігін тексеріп, осы актте жазып, айқындап көрсетеді. Яғни ақпарат береді. Келесі, егер мүлік жарамаған жағдайда бұл мүлікті істен шығару жүзеге асырылады. Яғни құрал-жабдық немесе мүлік есептен шығарылады. Бұл процесс бухгалтерияның қаржы бөлімі арқылы рәсімделеді. Мүліктің инвентарлық номері мен басқа да ақпараттары жойылады немесе қайта есепке алынады. Яғни бұл жерде біз айттық, кез келген негізгі құралды сатып алған кезімізде біз бұны балансқа енгіземіз, яғни негізгі құралды есепке аламыз. Есепке алған кезде біз істейміз, әрбір негізгі құралға материалдық бухгалтер өзінің инвентарлық номерлерін белгілейді, яғни осы инвентарлық номер арқылы
әр құралды есепке алады. Енді біз бұл негізгі құралды қойған кезде не істейміз? Осы инвентарлық номерлерді де қосып жоямыз және бұны есептен шығарамыз. Немесе егер бұл құрал жұмыс жасауға жарамды болса, оны қайта бағалаймыз және қайта есепке алуды жүзеге асырамыз. Келесі, егер біздің негізгі құралымыз енді жарамсыз болып есептелінді дейік, ол не істейміз? Біз оның қалдықтарын жойып жіберуіміз қажет болады. Яғни экологияға басқа да зиян келтірмес үшін біз бұл құралымыздың не істейміз? Қалдықтарын жоямыз, яғни утилизацияға жібереміз. Егер құрал жабдық немесе мүлік қайта пайдалану үшін жарамсыз болса, оны жою үшін арнайы ұйымдарға тапсыру немесе ресми түрде кәдеге жарату қажет. Бұл қалдықтарды экологиялық тұрғыдан зиян келтірмеу мақсатына арнайы рәсімделеді. Яғни экологияға зиян келтірмеу үшін бізде арнайы орындар бар, утилизацияға арналған орындар бар. Яғни бізде осы экологияға зиян келтіретін қалдықтар шығаратын жерлер немесе үлкен кәсіпорындар болса, олардың осындай негізгі құралдарын біз не істейміз? Осындай утилизацияға беретін мекемелерге арнайы тапсырыспен жібереміз. Одан кейін ол мекемелер өздері бұл қалдықтарды жоюмен айналысады. Яғни біз кез келген жерге бұл қалдықтарды тастауға, ластауға, өртеуге немесе басқа да әрекеттер жасауға ешқандай хақымыз жоқ болып табылады екен. Келесі, қоршаған ортаға зиян келтіру мүмкіндігі, қоршаған ортаға әсерін бағалау. Бұл жерде құрал жабдықты жою кезінде экологиялық зиянды болдырмау үшін қоршаған ортаға әсерін бағалау керек. Жарамсыз мүлікті қауіпсіз жою немесе қайта өңдеу тәсілдері алдын ала қарастырылады. Мысалы, қағаз, пластик заттарымыз болатын болса, біз бұларды не істейміз? Қайта өңдеуге жібереміз. Бұндай құралдар бізде қайта өңдеуге жатады. Немесе қайта өңдеуге жатпайтын құралдарымыз болса, немесе басқа да жабдықтарымыз болатын болса, біз бұны міндетті түрде экологияға қауіпсіз аймақта, яғни арнайы осындай утилизациямен айналысатын кәсіпорындармен келісімшартқа отыра отырып, сол кәсіпорындар арқылы жоюды жүзеге асырады екенбіз.